Құрметті Қайрат Қапарұлы, Әділет партиясы ауыл мәселесіне ерекше көңіл бөледі. Біз жай ғана ауылды дамытамыз, жарылқаймыз деп құрғақ уәдені бермейміз, нақты нәтижелі жұмыс істейміз. Біздің мақсатымыз партиямыздың өзінің төл жобасы арқылы 1 миллион ауыл тұрғынының табысын арттыру. Сонымен қатар қайтарылған жерлерді ауыл тұрғындарына әділ бөлуді біз ұсынып отырмыз. Осы екеуінің ортақ шешімі де бар. Ауылдағы жеке қосалқы шаруашылықтарды біріктіріп, кооперация жасау. Бірақ сіздердің бағдарламадан негізінен фермерлер шаруашылықтарды қолдау туралы айтылған екен. Бірақ ауылда тек фермерлер ғана тұрмайды. Табысы төмен, қарапайым отбасыларымыз да көп. Сондықтан менің сұрағым келесі болып тұр. Олардың табысын енді қалай арттырамыз? Ауыл партиясы оларға нақты не ұсынады екен? Рахмет. Жақсы. Қайрат мырза, жауап сізден. Айбек Арқабайұлы, сұрағыңызға рахмет. Біз елімізде 1 миллион 600 жеке қосалқа шаруашылығы бар. Оны экономикаға тарту біздің ұсынымыз. Бірақ адамды жай ғана кооперативқа кіргізуге ондай жағдай қазір жоқ. Кооперация ауыл тұрғындарына нақты табыс әкелу керек. Сондықтан біз 3 бағыт ұсынамыз. Бірінші, жеке қосалқаларды мемлекет қолдау мен қаржы бөлу керек. Ауылдағы құс, мал және басқа өнім отбасының табыс көзіне айналу керек. Екінші, ауылда тез табыс әкелетін шығын кәсіпкерлерді дамыту керек. Мысалы, ауыл партиясы бұл бағытта нақты жобалардың 2024 жылы бастады. Өткен жылы 2025 жылы Солтүстік Қазақстанда 13 аудандарда отбасыларға 115 мың қаз балапан таратты. Осы жылы 26 жылы 5 ауданға 98 мың осындай балапан таратты. Осындай тәжірибені бір ауыл, бір өнім принциппен басқа кәсіптерді қолдауға алу керек. Үшінші, шаруашылығын бірігіп жұмыс істеу керек. Жағдай жасау керек. Бірге өнім өндіріледі, сақтайды, өңдейді, сатады. Сонда шығын азаяды. Осы тиімді бағамен сатуға мүмкіндік көбейеді. Сондықтан біздің бағдарламамызда кооперация да бар, оның ішіне асыратын нақты механизмдер де бар. Біздің мақсатымыз ауылдағы әр отбасының табысын көбейтуге. Рахмет.